Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі 4-ші сынып, 92-ші сабақ. Осы сабақта кездесетін барлық жаттығуларды бірге орындайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жіктеу есімдігі. 38-ші том мәтінді оқы. Бозторғайдың серігі. Бозторғай ертелі кеш балапандарына жем тасумен жүрген еді. Күн сәскекте аяғанда жем алып ұясына ұшып жеткен бозторғай бір қатердің үстінен түсті. Қара шұбар жылан тілін сумаңдатып ұясына жақындап қалыпты. Балапандар ауыздарын ашып шыр-шыр етеді. Бозторғай ұя мен жыланның аралығына келіп қонды. Мына сорлы қайтеді, жан керек болса бұлай тұр жолымнан, деді жылан басын көтеріп. Сен менің балапандарымды жемексің, қалайша мен саған жол бермекпін. Жоқ, олай болмас. Онда өзіңді жеймін. Жей алмайсың. Не дейсің? Бозторғай жыланға қыр көрсетті дегенді кім естіген? Кім естісе ол естісін. Мен балапандарымды тастап кете алмаймын. Одан да өзімнің өлгенім жақсы. Онда кел бері, түс аузыма, аш аузыңды. Жылан аузын ашып көзін жұмды. Бозторғай керегі де осы еді. Жыланды шап беріп, екі аяғының басынан мықтап бүріп, көтеріп әкетті. Бозторғай шырқай ұшып ту биіктен жыланды жалпақ тастың үстіне тастап кеп жіберді. Сонан соң жер бауырлай ұшып, оның парша-парша шыққанын көрді де жөніне кетті. Бозторғай бұл ерлікке балалары үшін барған еді. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойып жауап беріңдер. Бозторғай нені көрді? Бозторғай өзінің балапандарының тұрған ұясына келе жатқан бір қатерді көреді. Ол сумаңдап келе жатқан жылан болған. Ол жыланды қалай өлтірді? Жыланды шап беріп ұстап алып, биікке ұша жөнелді. Содан кейін барып, үлкен тұрған тасқа жыланды лақтырып жіберді. Жыланның парша-паршасы шықты. Ол ерлікті кім үшін жасады? Әрине, балалар ол ерлікті өзінің балаларын сақтап қалу үшін жасады. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Бұл мәтіннің негізгі ойы, яғни автор осы мәтінді беру арқылы қандай да болмасын ана өз балаларының амандығы үшін өзін өлімге де қия алады. Өлгенше балаларының амандығы үшін күреске дайын екенін ұғындыру. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Бізде қарамен жазылған сөз сен болды. Сен кім? Сен. Ол деген қарамен жазылған сөз болды. Кім? Ол. Және мен. Кім? Мен. Сен, ол, мен бұлар жіктеу есімдіктері. Бұл сөздер зат есімнің орнына жұмсалып тұр екен. Олай болса, келесі жаттығуды орындайық. Жаттығуды орындамас бұрын есте сақта. Мен, біз, сен, ол сөздері жіктеу есімдіктері деп аталады. Жіктеу есімдіктері жіктеледі және септеледі. 39-шы жақтау көп нүктенің орнына тиісті жіктеу есімдігінің бірін қойып сөйлемдерді көшіріп жаз. Яғни жіктеу есімде кездесетін мен, біз, сен, ол сөздерінің біреуінің сәйкесін қоямыз. Бірінші сөйлем. Құстар күзге қарай жылы жаққа ұшып кетеді. Көктемде қайтып оралады. Олар көктемде қайтып оралады. Құстарға ұя жасап қоямын. Кім? Мен құстарға ұя жасап қоямын. Және соңғысы сен кешікпей кел. Кім? Сен. Есімдіктердің қай жақта тұрғанын айтайық. Бірінші есімдік олар жіктік жалғауының үшінші жағында тұр. Кімдер? Олар. Мен бұл бірінші жақта тұр жіктеу есімнің бірінші жағында, және сен жіктеу есімдігінің екінші жағы. Осы орайда жіктеу есімдігін есіңе түсіріп алғаның жөн. Мысалы, құстар деген сөзді жіктейтін болсаң, немесе септейтін болсаң, осы сөздерді қолданасың. Мысалы, адам. Бірінші жақта мен адаммын, сен адамсың, сыпайы түрде сіз адамсыз, және ол адам. Көпше түрде біз адамбыз, сендер адамсыңдар, сіздер адамсыздар, олар адам. Келесі 40-шы жаттығу оқып, белгілері бойынша құс атауларын тап. Иілген ұзын мойынды ақ қауырсынды қалық киелі санайтын құс аққу. Мойны ұзын, сирағы сидиған ірі жылқысы тырна. Жарғақ қанатты түнде ұшатын құс жарғанат. Ұзын тұмсығының астында қалтасы бар су құсы бір қазан. Жем талғамайтын, көбінесе өлексемен қоректенетін түсі қара құс құзғын. Орманда бақта жүретін даусы әдемі кішкентай әнші құс бұлбұл. Өзінің алтын атап үн шығаратын түсі ала көктем құсы көкек болып табылады.
және соңғы жаттығу 41-ші жаттығу жұмбақты жатқа жазып шешуін тап. Ұшқаны қызық жалпылдап, өзі сондай қарқылдақ. Бұл әрине қарға. Есімдікті тап, оның қай сөз табының орнына жұмсалып тұрғанын айт. Бұл жерде есімдік өзі, бұл есімдік зат есімнің орнына жұмсалып тұр екен. Олай болса, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Басқа да сабақтарды менімен орын алу үшін каналыма тіркелуді ұмытпа. Келесі кездескенше сау болыңыздар.